то. Не понял. А что такое Ми-Палау? Что? Үшін дегенде ол құрмет білдіреді солай. Бір жақтан түсіме бере береді. Ми-Палау деген. Ми-Палау? Иә, ол не? Білесіз бе? Можно, пожалуйста, задать вопрос про казахские традиции? Почему вы не хотите отвечать? Вы не знаете? Ну, пожалуйста. Ой, я отхоймна. Всем привет! Вы на канале Аргументом. Меня зовут Вероника, а это Айбат, и я пришла к нему, чтобы спросить у него еще что-нибудь, что мне пришло в голову. Но у меня сразу вопрос, Айбат, почему ты вечно в юрте? Почему я тебя вечно только в юрте вижу? Себебі бұл жер маған өте ұнайды. Өйткені бос уақытты керемет өткізуге болады. Қазақша колорит, қазақша Бауырсаки вкусные. Иә. Оны өте дұрыс айттың. Яғни біз жай ғана киіз үй емес, районның киіз үйінде отырмыз. Бүгін қандай сұрақпен келіп отырсың? Вот как раз я пришла с вопросом о еде, как бы подстать, да, антуражу. Я была еще в юрте в гостях, и там было бастарту, был на табаке, была голова барана. Это немножечко пугающе. Расскажи, пожалуйста, в чем смысл и почему именно баран, и вообще, что там вообще? Сені біріншіден қонаққа шақырған адам, ол саған тегіннен тегін бас бермейді. Яғни ол сені өте құрметтеп отыр деген сөз. Ол қойдың басын бөлгенде саған берген шығар, я құлағын, таңдайын, тілін, жеп көрдің ба соларды? Ну, мне дали язык, типа я учусь на журналиста, так далее. Я бы хотела вообще, я бы хотела вообще все поесть по чуть-чуть, чтобы быть самой-самой классной, но мне не дали. Иә, енді ол қойдың басын бөлгенде саған оны кім бөлді жалпы? Үлкен кісі ма? Да, конечно, үлкен кісі. Үлкен кісі, да? Вот оның себебі ол, яғни дала философиясына жатады, яғни үлкен кісі, әкесі жоқ кісі бөледі. Себебі одан үлкен адамның асын аттап баласы кеспейді ғой. Сол себептен бұл жерде үлкен сыйластық мән бар. И ол қойдың басын, яғни орысша айтқанда лицевая часть дейді, құйқасы деп аталады ол, қазақша құйқа. И құйқамен... Запомните слово. Мы. Ну, я знаю, что мозг это вообще самая вкусная часть. Но я ее не ела, я просто, вот мне какой-то барьер, что ли. Ну, жаль, жек көру керек, себебі мы мен құйқаны ұсақтап былай турайды, үстіне сәл ғана сорпадан тұздық қосады дағы. И дастарханда отқан. Суп получается. Да, не сильно суп. Кішкене бір сұйықтау болады да, сәл ғана қойылу. Соны дастархан басындағы адамдарға таратып шығады. Бір-бірден ауыз тиеді. Өйткені өзі де шамалы ғой. Бірақ бұл өзара бір өте керемет тағаммен Ми-Палау деп аталады, ол тағамның аты. Ну это здорово, то что его все кушают, не только старшие и младшие. Бұл жерде саған қойдың бас бергенде саған тісі болды ма оның? Жоқ болған жоқ. Өте тамаша, себебі тісі болған жағдайда, яғни ол үйдің саған деген бір реніші бар деген сөз. Знаешь такую поговорку, то что я на него зуб точу, это оттуда, это с этим связано, да? Это отсюда, яғни осындай керемет бір тату адам екенін білдіреді да. И екінші, бұл гигиена элементарлы түрде, яғни тазалық, қой тісін жумайды ғой, тіс пастасын. Я представляю, он так, ой, меня завтра зарежут, надо почистить зубы. Подготовиться, да? Ну ладно, это ладно. Да, барлығын. Негізі, мен сияқты сен де бұны іздеп өзін оқуына болады. Да? Да, бұл қазақтың көркем шығармаларында бар. Яғни Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан шығармасын мен саған кеңес беремін оқуға. Ага, а где найдешь эту книгу? Ол кітапты кез келген кітапханадан табуға болады, немесе Аргументум. Ол жерде Редискорд деген ерекше методика бар, яғни кітапты көп беттен тұрады ол кітаптар. Солар жеңіл әрі оңай түрде тез оқитын методика. Знаешь что, я тебе обещаю, что я прочитаю эту книгу, во-первых, потому что я еще больше, потому что я буду знать лучше, чем ты про традиции, и я сделаю обзор на эту книгу и покажу его тебе и вам, потому что хорошими вещами нужно с людьми делиться. Вот. Да, көрермендерімізге келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if it's good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can care.
kicked them all out the door.